Динозавр және оның қалалық өмірі. Динозавр қалаға көшіп келді. Қала оған бұрын болған жерлердің ішінде ең қабырлас және ең шулы жер болып көрінді. Топ деп жолмен келе жатыр. Бірақ денесі тым үлкен болғандықтан жол қозғалысы тоқтап қалды. Барлық көліктер тоқтап, оған сигнал берді. Сосын ол темір жолмен жүре бастайды. Бірақ салмағы тым ауыр болғандықтан рельстер сықырлап бастайды. Тіпті пойыз тебелей бастайды. Ол бір тар көшеге жетті. Және ас үйден шыққан тәтті иісті сезді. Ол басын терезеге сұғып алғанын білмей қалды. Бірақ мойны тым ұзын еді, сондықтан үйдің шатырын көтеріп жіберді. Ол қатты мұңайды. Қала тұрғындары динозавр оларға қауіп төндіреді деп қорқып қалды. Сол кезде бір ақылды бала айтты: динозавр ұзақ жол жүрді, ол аш шығар. Сосын бала достарымен бірге жолдың үстіне жас шөп қойып шығады. Динозавр жолмен жүріп, шөпті жей берді. Қарны тойған соң, ол дәл жол айрығында ұйықтап қалды және жолды жауып тастады. Көліктер оның денесінің үстіне жүре бастады, ал кейбіреулер оның астынан өтті. Динозавр көпірге айналып кетті. Динозаврдың денесі қышып бастады. Көзін ашып, адамдар оны көпір ретінде пайдаланғанын көріп таң қалды. Сосын ол ойлады: мен қала үшін пайдалы бір нәрсе істеуім керек. Өйткені ол бұл қаланы қатты жақсы көрді. Оның денесінің астынан жүздеген жүк көліктер мен жеңіл машиналар өтті. Оның арқасымен жүздеген велосипед пен мотоциклдер жүрді. Қарттар да, жастар да оның үстімен жүрді. Жол ашық болды. Адамдар қатты қуанды. Бізде динозавр бар болғаны қандай жақсы.